Майнкрафт, бірақ мен мобтардан қару жасай аламын. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Мұхан достар, видеоліктің аттан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз Майнкрафт бірақ атты рубрикамызды ойнайтын боламыз. Достар, бүгінгі біздің рубрикамыздағы датапак өте ерекше, себебі біз мобтардан қару жасай аламыз. Достар, видео өте қызықты шыққан болатын. Әрине сіздер видео басылмай тұрып арнаға жазып лайк басып, осы видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, давайте біз бастайық. Достар, бізде ең алдымен мобтарды қаруға айналдырмас бұрын бізге осындай аппарат қажет. Осы аппаратпен біз достар, біз белгілі бір мобтарды қана біз қаруға айналдыра аламыз. Оның ішінде бізде сиыр, шошқа, голем, зомби және скелет. Достар, солардың бәрінің қаруын алып, оның күштерін біз басқа мобтарға қарай тексеріп көретін боламыз. Ал давайте достар, біздің бірінші тұрған мобымыз ол мына жақта бізде сиыр кеттік. Ал сиырдың күшін біз қазір қаруын көрейік. Достар, осайдан бассақ біз қазір лазерган берілген болатын. Давайте достар, біз қазір лазерганды қолданып көрейік. Достар, қараңыздар, база жоқ. Бізде лазерган мынандай өте мықты немен снарядпен атады екен. Давайте достар, матырға шошқаға атып көрейік. Бізде что-то шошқа өлмеймейді достар. Мен сонда мықты емес болып тұрғаныма, ё-моё, база жоқ. Давайте достар, біз қазір мына ауылдың ішінде бұл қаруды тексеріп көрейік. Так, мына жақта бізде житель достарымыз бар ма екен? Давайте житель достарым, давайте сендерді бүгін мен сендерге өте керемет подарок әкелген болатынмын. О, житель, давай мен саған подарок. Подарок. Менің ойымша жительге подарок ұнаған сияқты. Достар, қараңыздар, біз если басатын болсақ, бізге күш береді екен. Бізде огнестойкоспен, бізде достар огнестойкоспен бізде прыгучесть береді, секіруге күш береді екен. База жоқ достар, өте керемет. Ал давайте достар, біз келесі мобымызға қарай барайық. Келесі мобымыз ол бізде достар шошқа. Давайте шошқаны аламыз. Және біздің қолымызға стинг бомб дейді достар. Біздің қолымызға қазір бомбаны берген болатын. Давайте достар, біз мына жақтан әдемілеп шығып кетейік. Достар, біз давайте бомбаны қазір мына тұрған жылқылардың үйіріне лақтырып көрейік. Достар, бізде ештеңе болған жоқ. Достар, мына бізде одноразовый екен ғой бізде бомбалар. Давайте достар, біз қазір көптеген шошқаны тауып, сол шошқалардың бомбаларын алып алайық. Мына жақта біз қазір бір шошқа жүр екен. Так, мынаны аламыз ба? Жоқ, мыналардан алмайды екенбіз. Вот, ана жақта біз тағы көптеген шошқалар жүр. Давайте достар, мына шошқаныкін алайық. Давайте достар, келесі шошқа. Достар, біздің қолымызда қазір 5 бомба бар. 5 бомбаны біз қазір мына тұрған бір жылқыға лақтырып көрейік. Давайте, кетті ал, бізде бірінші кетті. Нет, достар, қараңыздар, мынандай эффект шығады екен. Жаңа біз соны дұрыс қолданбаған екенбіз. Мына бізде жылқы қазір өлетін болады ғой. Давайте, осай лақтырып тастайық. Жоқ достар, бізде бұл жылқыларды өлтіре алмады. Ал давайте достар, енді біз келесі мобымыз, ол келесі бомбымыз бізде голем. Давайте достар, голем досымызды біз қазір мобқа айналдырып көрейік достар. Ойбай. Қаруға және достар, бізге қазір Shield 1 дейді достар. Бізде щит берді. Давайте достар, бұны пайдаланып көрейік. Достар, бұл бізде щит не істейді, мен түсінбедім. Достар, бұл щит бізде не істейді, мен түсінбедім. Бұл щит бізде адамды итере ма, не істейді сонда достар. Так, давайте достар, щитті пайдаланып көрейік біз. Давайте достар, бұл бізде адамды... Достар, прикиньте достар, қараңыздар, бұл бізде адамды итере алады. То есть адам болғанда нені итере алады екен. Достар, жительдерді қараңыздар, мынандай қылып лақтырып тастай алады. Бұл өте тамаша. Бізде урон бар ма бұда бізде? Так, бұл бізде урон бере алмайды екен. Давайте достар, енді біз келесі мобтарымызға кетті. Келесі мобтарымызды келу үшін бізге түн болу керек. Себебі олар бізде түнде шығатын мобтар. Ол бізде скелет пен зомби. Давайте достар, түн болғанша біз қазір күтетін боламыз. Так достар, бізде әні-міне дегенше түн болған болатын. Давайте, мына жақта біз уже зомби досымыз келе жатыр. Бірақ бұл зомби досымыз қайдан білсін, оның қаруға айналып кететін. Және достар, давайте, біздің қолымызда плазма сворд бар. Және достар, оны біз оның баласына қарай қарсы қолданып көрейік. Прикиньте достар, бұл бізде не шақыра алады екен достар? Найзағай. Так, найзағай шақыра алатын. Так, давайте достар, найзағай шақыра алатын бізде қылыш. Бірақ достар, жаңа екінші ғана найзағай шақырылмады. Давайте үшінші көрейік. Прикиньте достар, қараңыздар, менің өзіме тиіп кеткен болатын. Бұл өте қауіпті қарулардың бірі екен достар.
бұны қолдана бермеу қажет екен достар. Ё-моё, өте қауіпті. Бұны қолданатын болса біз дейтін бронямен ХП болуы қажет екен. Ал давайте достар, енді біз дейтін келесі мобымызға іздеу салайық. Келесі мобымыз ол бізде достар дейтін скелет достар. Давайте скелетті іздеуге аттанайық. Жаңа көргендеріңіздей достар, мен дейтін өліп қалған болатын. Мен дейтін қазір енді бастан бастап қаруларды жинайтын боламын. Ё-моё, біздің өліп қалғанымыз негізі жаңа дұрыс емес болды. Так достар, давайте мына жақтан біз дейтін енді голем досымыздың несін аламыз. Және достар, қараңыздар, біз дейтін қазір біз дейтін скелеттің жаңа іздеп жүріп өліп қалған болатынбыз. Давайте достар, біз дейтін қазір скелеттің несін тексеретін боламыз, қаруын. Және достар, скелеттің қаруы бізде дейтін база жоқ достар, тоқтаусыз бізде оқтар атады екен достар. Қараңыздар, ема офигеть. Мынаны қараңыздар достар, ема бізде дейтін скелет бізде тоқтаусыз бізде оқтар атады. Бұл өте күшті нәрсе достар. Қараңыздар, ема біз дейтін егер эндер порталға апаратын болсақ, бұны біз осайдан бүйтіп қадап тастай берсек болады. Мына тұрған бізге ешқандай да моптар енді бізге не емес достар, қиыншылық тудырмайды. Даже зомбидің өзін осайдан келеміз де атып тастай береміз. Мысық, кешірші, мен сені өлтіріп қойдым. Ё-моё, давайте достар дейтін осындай керемет қарулар болды. Мен достар, қараңыздар, біз просто дейтін балармен издеваться етсек болады екен достар. Қараңыздар, ема осайна атамыз. Достар, біз дейтін өте көп мөлшерде. Қараңыздар, мен мына жақта бізде бала зомбиді де өйстіп атып тастай саламыз. И давайте достар, мен қазір бір өте күшті нәрсе істегім келіп тұр. Жоқ, келіспейді екен достар, мен өзім есім жазам ба деп едім достар, что-то келмей қалды. Достар, қараңыздар, біз дейтін просто скелетті өзінің способностьмен, өзінің қаруымен біз дейтін просто өлтіріп тастап жатырмыз достар. Қараңыздар, біз ана жақта қойлардың бәрін просто қырып тастап жатырық. Я достар, бүгін біз дейтін осында тестовый не болған болатын, датапак болған болатын. Просто достар, сізге бұл осы қаруларды обзор ретінде көрсету болған болатын менің мақсатым. Я достар, келесі видеода мен осы немен датапакпен прохождение өтейін бе, немесе достарыма пранк жасайын ба, соны комментарийға жазып кетіңіздер достар. Әрине сіздердің комментарийларыңыздың бәрін оқитын боламын. Әрине достар, сіздер ол туралы жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін бізде осындай кереметте бір датапак ойнаған болатынбыз достар. Қараңыздар, маған ең ұнап қалғаны осы скелеттің несі достар. Қараңыздар, қару өте қатты ұнап қалды достар. Қараңыздар, осайдан просто бәрін қырып тастай аламыз. Достар, сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Оны дейінше всем пока достар.